Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар, тыңдармандар. Айтылмаған хикая арнасына қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен оқырманнан келген хатты оқитын боламыз. Арнаға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаймыз. Жесір келіншектің тағдыры, 1 бөлім. Бір күні бейқам отырғанда төбемнен жай түскендей болды. Көлігіне қызылша тиеп сатуға кеткен күйеуім мен жақын қайным табытта оралды. Оқиғаның мән жайын айтсам, үлкен жолға шыққанда газель мен камаз соқтығысыпты. Газельде отырған күйеуім мен қайным сол жерде жан тапсырған. Мен ол кезде екіқабат едім. Естірткенде бақырып жылап есімнен танып қалыппын. Қолымда да құрсағымда да қызым бар еді. Ай күнім жетіп тұрғанда мына қаза маған өте ауыр тиді. Біз осыдан 3 жыл бұрын үйленген болатынбыз. Күйеуім екеуміз 1 жылдан аса жүріп қосылдық. Үйде атам бар, енем бар және 2 қайным бар. Алтауымыз тәтті өмір сүріп жаттық. Сонымен қара жамылып біраз жүрген соң күйеуім жылы өтті. Жақын қайным дегенім ол мен атамның туған ағасының баласы еді. Оның да келіншегі, яғни менің келінім жесір қалды. Сөйтіп жастай қалған 2 бейбақ соңғы күні талқыға түстік. Өйткені күйеуімнің жылдығасына келген қонақтар тарай бастағанда осындағы ағайын туыстар қалып өзара бас қосты. Менің анам бар, әкем бар, келіннің анасы бар, жалпы бәрі жабылып кеп біз екеумізді ортаға алды. Ең алдымен аңырап алған енем сөйледі. Мына сені Капошанға қоссақ деп отырмыз келінжан, деп еңіреп берді. Оған еңкілдеген атам қосылды. Онан ағайын туыс көрші қолаң қосылды. Шулап жылап үйдің ішін бастарына көтерді. Мен де қосылып аңырап бердім. Сонда мен өз қайныма қоспақшы ма деп қоямын. Капошан деген туған қайным, күйеуімнің інісі. Мінезі де ауыр, таза еңбекқор жігіт. Бірақ бұл менен 4 жасқа кіші, әлі енді мектеп бітіріп жатыр. Жалпы мен күйеуім де көп сөйлемейтін, салмақты жігіт еді. Қайнымның түрі ұқсамаса да мінезі ұқсайтын. Күйеуім енеме, қайным атама ұқсайды. Екеуі бір үйдің балалары. Мен сонда бетімді басып отырып ойлана бастадым. Мұнысы қалай болады деймін ғой баяғы. Бұл әлі жас бала, мен болсам 2 қызым бар. Сол жерде ара кідік анамның да сөйлегенін естіп отырдым. Қызым, маңдайынан көрерсің, 2 қызбен бөтенге барғанда бақыт табасың ба? Қазір түрлі бәле бар. Жын-жыпырдың бәрі жер бетіне шыққан заман ғой. Болашақта тұрмысқа шығу керексің, сен әлі жассың дейді. Бұл енді қарсы емеспін. Қала ғой қызым деген еді. Шынымды айтсам, сол жерде өз құлағыма өзім сенбедім. Өйткені мұндайды кім көрген? Мен әлі де сол күйеуімнің елесімен өмір сүріп жүргенмін. Қиялымда осының бәрі өтірік болып, ертең бірсі күні менің күйеуім қайтып келетіндей болатында тұратын. Сонан соң мен тұрмысқа шыққанда музыка ойнап, той думан болған еді. Мына жерде жылап сықтап отырып, неке қиямыз дегендері бір түрлі екен. Сонымен менің басымнан сипаған анам да, енем де жалпы бәрі кеп бақытлеп, соны той болсын деп жатты. Осылайша 2 қызыммен бірге өзімнің де болашағым шешілді. Сонан соң қайнымның келіншегіне кезек жетіп, оған қолқа салу басталды. Оның өзінен кейін қайнысы жоқ, қайнағамызға қоспақшы. Екеуінің жас айырмасы 9 жыл. Ол бейбақ болмайды деп азар да безер болды. Айқайлап жылап жұлқынып шықты. Тіпті киімдерін жинап жүріп сөмкесіне сала бастады. Кім барса да айтатын жауап бірақ сөз кетемін дейді. Сонда келінді көндіре алмаған соң сол жерде бәрі сап тиылды. Содан жамырап жылап ақ баталарын беріп төркініне шығарып салды. Яғни шешесінің қолына ұстатты. Қысқасы, олар сол күні ақ біздің некемізді қиып суын ішкізді. Bir түрлі ыңғайсыз екен, ұялатын сияқтымын. Төмен қарап бетімді басып көзімді көлегейлей бердім. Бірақ некенді қиып суын ішкен соң қайда барасың? Мен сол үйде қалдым. Келін шығып кете барды. Содан баяғы күйбен тірлік қайта басталды. Арадан көп өтпей қайын күйеуім Алматыға барып оқуға тапсырды. Ол мектепті өте жақсы оқитын, сынақтан сүрінбей өтіп, үлкен универдің табалдырығын аттады. Бірақ сол үйде болған 2 айда мен де оған бауыр басып, аз да болса күйеуімді ұмытқандай болып ем. Өлгеннің соңынан өлмек жоқ деген осы екен. Ал бір ұл, бір қызды жетектеп кеткен келінім мен сәлеміміз үзілмеді. Екеуміз қатар келін болып түсіп едік. Арамыз 3 ай болатын. Менікінің жолы үлкен болып, ол мен атымды айтпайтын. Есесіне мен де оны келін деп еркелетіп отыратын едім. Және де қатар болған соң екеуміз көп сырласатынбыз. Күйеулеріміз қайтқан соң ол екеуміздің сырымыз да мұнымыз да бірдей еді. Ұйықтай алмай жүрмін, жалғыздық жанымды жеп барады. Енді не болады деген дүдәмәл ойлар мазайлайтын. Соны айтып шер тарқатып жүрдік. Осы 1 жылда біз екеумізге ешкім ештеңе деген емес. Енем де үлкен абысындар да жылы сөзден басқа айтпайтын. Жалпы мен енем бұрын да қатты сөйлеп көрмеген еді.
Сондай-ақ оның да енесі не үлкен абысыны бірдене демеген. Алайда сыртымыздан құрған осындай жоспарлары бар екен. Оны сол жыл асынан кейін айтып төбемізден жай түсірді. Сосын мұның тағы бір қызығы, біз екеуміз неше түрлі құпиямызды айтсақ та, байларымызды жамандап көрмеппіз. Оның да менің де бай жайлы жаман сөз аузымыздан шыққан емес еді. Қалай өзі дейді келінім бір күні. Жақсы, сол баяғы сиыр сауу, айран шаю, сүт пісіріп құрт жаю дедім. Бір жігіт соңымнан қалмай жүр жеңеше дейді. Жүрегім зырқ ете қалды. Қимаймын ғой өзің қайтейін. Содан ол мені жұмысына шақырып қоймаған соң бір күні бардым. Оны да алдын ала Алматыда оқып жатқан күйеуіме айтып рұқсатын сұрап бардым. Ол өзінің бұрынғы жеңешесі болған соң қарсылық танытпады. Сөйтсем келінім сол маңдағы бір кафеге жұмысқа тұрыпты. Төбесінде зіркілдеп тұрған түрік қатын ба біреу, әйтеуір қазақтар емес. Оны көргенде көзіме жас үйіріліп сыңсып сығымды алдым. Бір кезде мына жігіт міне деп бір баланы көрсетті. Құдай-ау, мынауынан үлкен болса да, үйдегі қайнаға жақсы ғой келінжан деппін сыбырлап. Қоймай жүр ажырасқан екен дейді. Бұл да қазақ емес, кавказдық па, түрік па, әйтеуір аралас, құралас біреу екен. Қысқасы мен сол күні ынжырғам түсіп тұнжырап қайттым. Келіннің әбестігі жоқ еді ғой деймін ішімнен. Қайным тірі күнінде қынқ деген емес еді, мынауымен бірденесі бар сияқты. Өйткен ананың сөзі ол жай ғана соңында жүрген жігіттің сөзі емес, тікендеп тұрғандай көрінді. Бұл оның ығына жығылмаса, қайдағы дөрекілік деймін. Дегенмен қолдан кетті, басы босады, енді өз өреккі өзінде. Әйтеуір бұл сонымен жүрмін деп жазатынды шығарды. Тек күйеуіне айтпа дейді. Менің күйеуім оның да қайнысы, содан ұялса керек. Әрине айтпаймын, ол Алматыда оқуда деймін. Содан бір күні бұл тағы да жазды. Келініші ішім пысты дейді. Мен сорлы тағы бардым. Себебі оны біздің үйдегілер келін деп жақын көріп жүрді. Тіпті қыз бен ұлға бірдеңе апарып берші деп енелерім ақша беретін. Сөзін тоқ етері менің келінім бұзылды. Бұзылғанда да көз алдында өте қатты бұзылды. Анау кавказдықпен ұялмай қызармай құшақтасып отыратын шығарды. Оныңыз бір жөні түз еркек болса екен. Мұның дұрыс емес деп өпке айттым. Жақсы ухажер, жақсы жасайды дейді. Жақсы болса неге тимейсің десем, осы құста үйленеміз деп айтты дейді. Сол жерде алғаш рет мынауың түрік па, кавказдық па деп ашып сұрадым. Әзірбайжан, олар да мұсылман екен ғой дейді келінім. Әне сонан соң мен онымен араласпаймын деп шештім. Бірақ WhatsApp'та қыр-сырымыз үзілмеді. Аптада 3-4 күн жазысып, хал сұрасып тұрдық. Оның арасында күйеуім келіп кетіп жүрді. Мен де барып тұрдым. Алматыдан пәтер жалдап 2-3 күн қасында баулып қайтып жүрдім. Осылайша мен өмірімде ешқандай өзгеріс болмады. Сол баяғы үй, сол баяғы қора, сол баяғы көз көрген ата-ене еді. Сөйтіп жүргенде қыс келді. Әдемі келінді анау жүнді бала қала қоймады. Онан көктем келді, бәрібір үйленбеді. Оның соңынан жаз өтіп тағы да күз келді. Сонда да бұл бейбақты ол жүнтөс қатын қылмады. Содан бір күні жазады. Келініші жылап отырмын дейді. Бармағаныма біраз болған еді, оған деген өкпем бар сияқты. Мұнадан соң жаным ашып барғым келді. Енемдерден рұқсат сұрадым. Әдеттегідей үлкен енем мен атам 2 баласына онан өзіне деп біраз киім әперіп, ақша беріп жіберді. Қайтсын өз баласын балалар ғой. Оларға менің де өз енем мен атам қосылды. Бұлар да қалтама біраз нәрсе салды. Үлкен бір сөмкені толтырып апардым. Мені ұл танымаса да қыз таниды ғой. Ұлды ертіп жүгіріп алдымнан шықты. Тілі былдырлап қалған бәле өз. Тәп-тәтті қошақандарым. Сөмкемді сол күй алдарына қойдым. Мұны кім берді, қайдан алдыңыз дейді қыз былдырлап. Деп барып аузымды басып отыра қалдым. Өйткені маған жалт қараған келінім айтпа дегенде ымдап кеп жіберді. Тілімді жұта қойдым. Сонан соң шайға отырып әңгімеге көштік. Оның мені алатын түрі жоқ, жай ғана пайдаланып жүрген екен дейді. Мен соны біліп едім десем, мен байқамаппын, қатыны 4 ұлы бар екен дейді. Сонда ғана білдім, ол менің келінімнен 11 жасқа үлкен еркек екен. Қайран келінжан, 9 жас үлкен деп қайнағама тимеп едің ғой. Тап осы сөзді айтқым келсе де ішіме бүгіп қалдым. Қысқасы мен ол үйден тағы да көңілсіз оралдым. Содан бір күні қызым туған күні болды. Бұл барғанда жалғыз емеспін, 4 жеңіл көлікпен топырлап талпа бардық. Біраз киімдер апарғанбыз, оның үстіне әрқайсымыз 10 мыңнан ақша бердік. Сол қайнағамыздың киім-кешек сататын дүкені бар болатын. Жалпы осы қайнағам әжептәуір тұрады. Жеңешем мектеп мұғалімі еді, бизнестері үлкейген соң мектебін тастады. Содан белді бекем буып саудаға кірісті. Сонында мыңғырып байып шыға келді. Өздері де айналаның бәріне көмектесетін,
қолдары ашық жомарт жандар. Сонда да мына келінім үлкен деп көнбей кетіп еді. Ал енді сол жерде бұл тағы да сөз болды. Жұбанышқа әперсекші, арамызды үзбейікші деп қалды енем келіннің шешесіне. Оны абысыным іліп әкетті. Олай болса менің де қолым ұзарар еді. Анау үй алдында огород бар, онан мал бар, магазин бар, келінімдей көріп жұмсап отырар ем, деп қалжыңға басты. Алайда келін бой бермеді. Жалпы мойын болар еді шешесі қарсы болғандай. Мен қызыма ештеңе айта алмаймын, менің қызым өзі шешеді. Бармаймын десе, мен бар деп зорлай алмаймын. Әрі қарай маңдайынан көрер. Менің үйімде де аштан өлмейді, деп бір түрлі қарап теріс айналды. Осыдан соң бәрі қалды. Көзін сығымдаған енем бір жолата күдерін үзіп қайтты. Негізі біздің асынып тасынып барғанымыздың сыры да осында еді. Ал арадан көп өтпей мен үшіншіме жүкті болдым. Құрғыр сақталып ақ жүріп ем, сонда да көтеріп қойыппын. Жарап тұрған жас жігіт есесін жібермесе керек. Осылайша менің күйеуім 18 жасында әке атанды. Тағы да бір қызды туып бердім. Енем бейшараға сөзім жоқ, өте жақсы кісі. Әй келінжан, жас бала жас қыздарға еліктеп бұзылып жүрмесін, уысынан шығарып алма деп ақыл айтып сыбырлап отыратын. Шешесі сондай деп отырған соң мен аяймын ба? Сары ауыз балапан күйеуімді тұсап тастадым. 2 жылда мен деген еркек боп иілуіме иіліп, айдауыма түсіп шыға келді. Өйткені мен отбасы болғым келген сонша, тағдырдың жазғанымен үнсіз ғана келістім. Әйтпесе мен ол кезде 21 жаста едім. Осы 21 жасымда жесірдің кебінін кидім. Сонымен қызы туылған соң менің күйеуіме ақыл кіре бастады. Жалпы ол бұрында ақымақ болған емес. Тек группаластардың арасында отбасылы жалғыз жігіт болған соң жастықтың жалынын көргісі келген шығар, оны да түсінем. Ыңғайсызданып ұялып жүрмін дейтін өзі. Өйткені жеңгесіне үйленгенін бәрі біледі екен. Кім айтса да әйтеуір біреу айтты ғой. Маған да соны группаластарының білгені керек еді. Не көп шошаңдаған жас қыз көп, басын айналдырып алама деген қорқынышта болған. Тіпті өзінен үлкен 2 балалы қатынға үйленіп деп кемсіткендер де болған. Мұның бәрін мен одан алдап сулап сұрап алатын едім. Себеп айттым ғой, ол әлі жас бала, былайша айтқанда қанаты қатпаған сары ауыз балапан еді. Содан мен оны алдауға көштім. Қыз көрмедім деме, жасымыз 40-қа келгенше мен ойлаған армандарға қол жеткізсек, саған өзім ақ тоқал беремін деп айтып салдым бір күні. Жымиып күлді де қойды. Өйткені жас бала ғой, тоқалды қайдан түсінсін ол. Бірақ мен оның жер жебіріне жеттім. Сен қазір жассың, менің болса алда біраз жоспарларым бар. Білесің ғой, мына үй біздікі емес. Ертең алданыш кіші қайным үйленсе, біз бұл үйден кетуіміз керек болады. Сол үшін жер алайық деп сыбырлап жүрдім. Оны естіген енем қайнағамыздың дүкенінің маңынан алған жерін бізге әперді. Өз барып, өзі сұрап әперді. Енді онан құтылу керек емес пе? Жеңешеме сатушы болдым. Сол қарызды қызым мен дүкен арасында жүгіріп жүріп, 10 ай дегенде құтылдым. Әйтеуір қарансаң қарап қалмайсың деген рас екен. Енем пенсияға ертерек шыққан, ол береді. Атам жұмыс істейді, бұл береді. Қызым қатайды деп өзім сол дүкенде жүрдім. Ұзын сөздің қысқасы, алдағы 1 жылда үйімнің қара жұмысын аяқтау арманым болған. Оны бітірдім. Күйеуім оқуынан келгенде аузы ашылып қалды. Ақшам болса түк емес, бірнеше құрылысшы келіп 1,5 айда үйімді тұрғызып шатырын жауып беріп кетті. Әрине бұл менің басымда болған нәрсе. Ағайын қол ұшын созды. Ақша керек болса абысында бар, енем әпереді. Енем емес, өзім сұрасам да жоқ демейді, береді. Бірақ көбінше сол кісі араласатын. Өйткені келін сенен алға қарай талпыныс көрдім. Еңбектенсең бәріне женесің деп, бәрін жетесің. Еңбектенсең бәріне жетесің деп отыратын. Дегенмен абысынға қарыз болып жүргім келмейді. Дүкеніне жүк көліктен тауар түсірген күндерім де болды. Соның бәрін өзі есептеп өзі қойды. Қанша қарызым қалды деп те сұрамайтын едім. Енеммен отырып өздері есептеп өздері қоятын. Әйтеуір бір күні келіп, келінжан, енді балаларына қарай қой, қарызымнан құтылдым дейтін. Жарайды деп алғысымды жаудырып қала беретінмін. Бірақ мен сонда да тоқтамайтын, қит етсе барып көмектесетінмін. Жоғарыда айтқанымдай газель тауарды да бір өзім түсіріп кіргізіп тастайтынмын. Және де қолым жеңіл болды ма, бір күнде 100 мыңға дейін касса түсіремін. Ол кезде бұл үлкен ақша. Оған абысында, қайнағамда, енем де мәз еді. Сонда тұнжырап жүретін тек күйеуім ғана болатын. Оны түсінемін. Оған қазір ескіре бастады. Өйткені әмеңгерлікпен үйленгенімізді енді түсіне бастады.
Қатарларын көріп ойы өзгерді. Бозбала боп жігіттіктің желігінде көрмеді. Қыз жігіт боп қол ұстасып та жүрмеді. Ойда жоқта 2 баласы бар келіншекке үйлене салды. Енді мен оны тек алдап қана басамын. Бұл енемнің сөзі, соның үйреткені. Келінжан ол әлі бала ғой, алдай берсейші деп отыратын. Ал әдемі келінім болса ара кідік хабарын беріп тұрды. Бір күні түс кезінде үйге тұнжырап кірген атам енеме бірдеңелерді айтып жатты. Сөздерінен қандай да мәселе талқыланып жатыр. Баламның үсті басы кір қожалақ боп жүр екен. Келінге айт шақырып, деді атам өктем дауыспен. Негізі атам көп сөйлемейді. Кез келгенді қабағымен жұмсайтын адам. Оған енем не десін? Сыңсыған дауысы шықты. 1 бөлімнің соны. Авторы Ғани Бейсен. Оқыған Айша Болатбекқызы. Жалғасы бар.